Саламатсыздарбы, құрметті әріптестер. Бүгін көпшіліктің сұрағы бойынша айлық табель жасауды қарастырайық. Мұғалімдерге арналған айлық табель жасау. Енді айлық табель жасау үшін бірінші мұғалімдерден апталық жүктемесі керек. Ол үшін кәдімгі таблица жасап, апталық жүктемені жазып аламыз. Таблица жасауды негізі осыған дейін сабақтарымызда қарастырдық. Бірақ сонда да тағы да жазайық. Номері, фио, фамилия, имя. И понедельник, вторник, среда, четверг и пятница. Осылай жасаймыз и итог. Барлығы неше жүктеме, қандай жүктеме бар. Мысалы бізде болсын 6 мұғалім болсын. Мынтеге фамилияны жазамыз. Фамилия сыймаған кезде ашамыз, әріптен жоғарыдағы А, Б, С деген әріптерді қосаймыз. Фамилия А деген адам. Мысалы понедельник, мысалы оның апталық сағаты, мысалы неше сағат. Қазір мұғалімдерде апталық жүктеме 16 сағат, Мысалы апталық жүктемесі 16 сағат болсын. Енді 16 5 күнге бөліп тастасақ, мүмкін ол бір күнде 4 сағат, 4 сағат, 4 сағат, мысалы мынжерде 3 сағат. Мысалы мынжерде 4 сағат, 4, 4, 12, 15, и пятница 1 сағат бар, 16 сағат. Итогты былай жасауға да болады. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница деп 5 күнге сағаттарын шығарып аламыз. И итогты басқан кезде понедельниктен бастап пятницаға дейін осылай белгілейміз, итогқа дейін. И сосын мынжерде автосумма бар. Осы автосумманы баса қойсақ, жоғарыда тұр, сумма деп тұр. Соны баса қойсақ, итог шығарып береді сізге. Яғни каждый раз әр қайсысын санап отырмайсыз, 4-ке 3 қосам, оған 4 қосам деп санап отырмайсыз. Бір итогты яғни бірінші жолға формуланы жазып алсақ, қалғанына тартамыз, Соңында формуланы басқан кезде соңында плюс көрінеді. И осы плюсты тартамыз, сонда барлық адамға осы формула есептелінеді деген сөз. И екінші мұғалім Б, И болсын жақсы. Мысалы понедельник, вторник, среда, четверг. Давайте 7 сағат болуы мүмкін мұғалімде. 22 сағат бар. Онда 22 сағат болса, қараңыздар, 16 сағаты сағат ретінде төленеді, қалған үстіндегі 6 сағаты вакант ретінде кетеді. Солай болу керек. Мынжеге онда мына мұғалімнің вакант сағаты бар деген сөз. Осыған астына қоямыз, қазір астына тірекесі. Уставка басамыз, яғни мына мұғалімде бізде вакант сағат болып тұр. Вакант 6 сағат. Значит, қараңыздар, мына бірінші жолға 16 сағатын шығарамыз. Мысалы, мына күнде 5 сағат па, оның 2 сағаты вакант болуы мүмкін. Онда 3 сағаты мына жаққа кетеді. Мысалы, мына күнде 7 сағат па, оның 4 сағаты болуы мүмкін. Онда 4 сағат болса, мына жаққа 3 сағаты кетеді. Мында енді 16 сағат шығу керек қой бізде. Мында 6 сағат тұрмас, значит 5 сағаты мынада тұрады, 1 сағаты мында кетеді. Сонда бұл мұғалімнің неше сағат ваканты бар деген сөз. 6 сағат ваканты бар деген сөз. Жаңағы айттық, біз апталық нагрузкасы оның 22 сағат дедік. Демек оны 16 сағат основной сағат, как положено мұғалімдерге арналған. 6 сағаты оның вакант сағаттары. Сонда біз вакант сағаттарын бөлек көрсетеміз осылай. Дәл солай үшінші мұғалімді жазамыз. Оның апталық жүктемесін жазамыз тағы да. Мысалы 5 сағат, 21 сағат. Значит, оның 21 сағаты болса, 16 сағаты кетеді. 21, 16 дегенде 5 сағат вакант. 5 сағат мынжеге вакант шығаруымыз керек. 1 сағат болуы мүмкін, мұнда 2 сағат болуы мүмкін, мұнда 2 сағат болуы мүмкін. Онда мынадан 2 сағат алып тастаймыз қазір. Мұндан неше сағат алып тастаймыз? 3 сағат алып тастаймыз, Мұндан 18, 16 болу үшін 2 сағат алып тастаймыз, Қазір. Мұнда неше сағат тұтчаны? Қазір 4 сағат қосам ғой, Бітті. 14, 2 сағат, значит 6 сағат. Дұрыс жазып айтам екен ба? 21 сағаты бар, 16 сағаты как основной сағаты, 5 сағаты оның ваканты. Дәл солай, неше мұғалім бар, соның бәрін тізіп шығамыз. Вакант болса, мынжеге мына вакант.
каждый мұғалімнің өзінің тұсына астына соның вакантын көрсетеміз. Основной бірінші өзінің жазылып тұрған жолына кәдімгі основной сағаты кетеді. Екінші соның астына вакант дейміз де, вакант сағаттары кетеді. Мысалы, бірінші күн мұғалімнің 4 сағаты болса, оның 2 сағаты өзінің основной сағаты, 2 сағаты вакант. Түсінікті ғой, иә? Дәл осылай бөліп шығамыз. Каждый мұғалімді осылай жазып шығамыз. Енді бізде мына лист 1 деп тұр ғой, соны өзгертуімізге болады. Лист 1-дің үстін бассақ, сосын мына жазамыз апталық жүктеме. Міне, мұғалімнің апталық жүктемесі. Excel'де бір жақсы барлық документті, яғни мысалы бізде 9 ай ма, осы 9 айды барлығын бір документке, бір Excel'ге сақтауымызға болады. Excel'дің ең оңайы осы, ең тиімділігі. Яғни мына жерде плюсик батырмасын басқанда бізде новый лист ашылады. Осыған бізде мысалы табель сентябрь. Октябрьдің табелі келесі батырмасын басамызда, мына листтің үстін белгілейміз. Табель октябрь. Ноябрь, декабрь, январь, февраль деп, майға дейін барамыз. Ең оңайы бізге осы. Міне апталық жүктемені жаздық, енді табель жазуымыз керек. Мына жерде міне номер мен фионы копировать етіп алайық. Так, мына жаққа қойайық соны. Оны біз былай кетіп қалдық, жақсы мынаны. Қазір біз оны былай істейік. Мынаны осы күйінде копировать етіп алайын қазір. Копировать етіп барлығын выделить ету үшін Ctrl-A-ны басамыз. Ноутбуктың несінде Ctrl тұрады, A деген тұрады. A дегенде ағылшынша әріп A деген. Соны басқанда мына лист бет түгел выделить етіледі. Сосын тағы да ағылшынша әріпте S деген әріп бар, Ctrl-S-ны басамыз. Сонда копировать етіледі. Табель сентябрьге келеміз. Біріншісіне қоямыз да Ctrl-V-ны басамыз. Ағылшынша V, қазақшада M деген әріпте тұрады. Ctrl-V, сонда вставить етіледі. Так, мыналарды кетіріп тастайық. Кетіру үшін del деп тұрады, delete дегенді бассақ, барлығы кетіп қалады. Delete еткендеріміздің барлығы яшығы кетіп қалады деген сөз. Енді ары қарата біз сентябрьдің несін қараймыз, календарын. Сентябрьде бізде қандай? Бірінші сентябрь бізге четверг деп басталады. Яғни четверг, пятница деп басталады. Мендерге міне жоғарысына қарай жазайық. Четверг, пятница. Ары қарата понедельник, вторник деп келеміз дейді. Мына жерде жазғанды қайтадан копировать етіп алайын, қайта жазбас үшін. Так. Понедельник, пятница. И тағы да солай. Понедельник, пятница. Так, неше рет понедельник, пятница бар? Понедельник, пятница. Так, қарап шығайық. Так, үшеу, 4 рет жазуым керек екен. Значит, біреу, екеу, үшеу, төртеу. Так, мына жерде мына. Так, кетіп қалды ғой. Так, копировать, ставить. Кетті. Міне. Енді бізде міне бірі, екісі сентябрьдің. Так, үші, төрті демалыс, 5-нен бастайын, 6-сы, 7-сі, 8-сі, 9-сы, 10-ы, 11-і демалыс, 12-сі, 13-і, 14-і. Осылай кетеміз. Міне әрбір, міне понедельниктен пятницаға дейінгі міне бір апта бар, осыны былай немен белгілеп қоямыз. Мына жерде міне цвет заливки деген тұр, міне. Соған кереміз де басқа цветтермен белгілеп қоямыз. Шатаспауға ыңғайлы болады бізге. Мысалы міне. Келесі мына аралық. Бұл оңай бізге. Екеу. Енді осыны кестегі түрінде көрсетейік. Керек ақпараттарды выделить етіп аламыз. Сосын міне кестеге кіреміз. Міне все границы таңдаймыз. Міне бізге кестеміз шықты. Түсінікті ғой. Енді жаңа біз апталық жүктемені жазып алдық қой. Соны әкелерімізді копировать етеміз. Біз алғашқы 3 мұғалімдікін жазып алдық. Копировать етеміз де. Соны міне понедельниктен бастапқа соны қоямыз. Ставка басып отырамыз қазіріз. Мына кетіп қалды, мына енді қазіріне қойып отырамыз. Қазір қайтадан қоямыз. Шықты.
Так. Понедельник, вторник, четверг, пятница. Понедельник, вторник, четверг. Пятница, так, понедельник. Қате қойып жібердім, иә? Қазір қарайық. Мына жерден бастап қоюым керек болды. Мен жаңа дұрыс өзгертпеген екенмін ғой да. Міне, қойылды. Мынаның пятницасы менде боялмау керек болды да. Цветті алып тастайын. Так, міне, мына кетіп қалған жерлерін қайтадан қазір бояй қояйық. Так, қайсысын таңдай бердім жаңа? Мынаны таңдаған сияқтымын да. Міне. Міне, түсінікті ғой, иә? Осылай қойып алдық. Енді бізге четверг пен пятницаны толтыру керек. Мына жерде міне четверг пен пятница. Так. Мынадан бастап толтырамын, иә? Четверг пен пятницаны мына жерге әкеліп поставить ете қоямыз. Так, сосын қай жерде бар? Болды, да? Мына жерде бізде күндер жазылып тұр. Мынаны күндерден шатаспау үшін оны да бөлек цветпен бояп қоюға болады. Мына жерін қазір шатасып кетпеу үшін. Бүйтіп басқа цветпен бояп қойып, бұл күнді көрсетеді. Міне, бұл бізде күнді көрсетеді. Вакант сағаттарды да бөлек бояп қоюымызға болады. Міне, мына И деген адамның, мына бізде вакант сағаттары. Бұл бізде вакант сағаттары. Цвет көп қоймай, любой бір цветпен бояп қоямыз. Тағы да мысалы, мына кісінің вакант сағаттары міне. Вакант сағаттары. Арқата міне барлық мұғалімді осы жазып шығамыз. Түсінікті болған, иә? Мына жерге мысалы мына жоғарысын жазып қоюға болады, шатаспау үшін тағы да. Табель, сентябрь деп. Енді айлық несін шығарайық. Қандай не? Қазір мен былай кішірейтейін, кішкене. Барлық сағатын шығарайық. Барлығы. Манағыдай міне автосумамен істеуімізге болады. Міне бірінші тұрған мұғалімді выделить етеміз. Мына соңғы яшығын қосып аламыз. Енді де міне автосуманы көрсетеміз. Сонда міне барлығы, яғни сентябрьдегі оның айлық жүктемесі 69 сағат болды деген сөз бұл. Осы суманы тартамыз. Келесі мұғалімдікі мысалы. Міне екінші тұрған мұғалімдікі міне өзінің основной жүктемесі 70 сағат шыққан. Оның вакант сағаты 27 сағат шыққан. Яғни мына мұғалім бір айда ол неше 97 сағат берді деген сөз, иә? Ал вакансия жоқ мұғалім 69 сағат берді деген. Осылай бізде айлық жүктемеміз шығады. Түсінікті болар, иә? Табелді қалай құру керектігі. Келесі октябрь ма? Тағы да. Октябрьде өзі тағы да мына сентябрьден копировать етіп аламыз да, октябрьге қоямыз да, күндері бойынша қойып шығамыз. Ол өзі өте оңай болады. Түсінікті болар, иә? Бізге міне маңыздысы апталық жүктемені жазып алу болды. Айлық жүктеме осымен шығады. Сонда бүгін біз қарастырдық апталық және айлық жүктемелер. Сосын еще тағы да қарастырып кеттік. Мына жерде міне Excel'де бояп көрсетулер, аралықтарын бөліп көрсету, автосуманы көрсеттік. Барлығын сразу қосып есептей салатын жағдайлар. Қазіргі сабағымыз осы. Яғни, егер тағы да табельге қатысты бір сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар, немесе Excel'ге қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырыңыздар. Осы уақытымда жауап беруге тырысамын барлық жағдайларға. Әзірге осы.